Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен геометрия пәнінен 8-ші сыныптың жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдаймыз. Бұл бізде 4-ші тоқсанның номер 1-ші БЖВ-сы. Енді есепті талдауды бастайық. Бізде бірінші есепте не берілген екен? Бірінші есепте бізде кесінді берілген екен. С нүктесі А кесіндісінің ортасы. Енді мына жеріміз бізде А нүктесі болады. Мына жер А нүктесі. Ал мына жер бізде Б нүктесі болады. Осының дәл ортасы С нүктесі. Енді бізде Б нүктесі белгісіз, координаттары X, екінші нүкте Y болады. Енді С-ның координаталары бізде -4-те 5 болып тұр. Одан кейін А-ның координатасы -6-да -7 болып тұр. Енді С нүктесі, демек, мынау АВ кесіндісінің ортасы деген сөз. Мына АВ-ны қосып 2-ке бөлсеңіз, С нүктесі шығады деген сөз ғой. Демек, бірінші X-ардан бастайық. Демек, -6-ға, мына мына X-ті қосасыздар. -6 қосамыз X. Бөлеміз 2-ге. Сол кезде мына С-ның мәні -4-ке тең болады деген сөз. Енді -2 мен 4 көбейтіледі. -6 қосу X тең -8. X тең болады. Мына жаққа қарай +6-ға өткіземіз. -8 +6 ол бізде -2 шығады деген сөз. Енді екіншісі -7-ге қосамыз Y-ті. Бөлеміз 2-ге тең болу керек. Сол кезде 5-ке тең болу керек. Бұл жерде де 5 пен 2 көбейтіледі. -7 плюс Y тең 10. Енді Y-ті табатын болсақ, мына -7-ні +7 болып өткізсек, мына жаққа 10 қосылған 7 ол бізде 17 болады. Сол кезде жауабы дейміз. Жауабы Б нүктесінің координаталары -2-де 17 болады. Бірінші есеп шықты, оқушылар. 2 балл сіздердің қалталарыңызда бар уже. Қалта емес, қоржындарыңыз деп айтайын. Енді екінші есеп. АО центр болатын шеңбердің диаметрі, егер А 3-те 7, Б 5-те -1 болса, шеңбердің центрінің координатасын тап дейді. Енді мына жерде диаметр жүргіземіз. Шеңбердің диаметрін жүргізейік мына жерге. Осының ортасы шеңбердің центрі болатын О нүктесі. Енді А нүктесінің координатасы, А нүктесін белгілеп жазам. Қанша дейді? 3-те 7 дейді. Ал Б нүктесінің координатасы 5-те -1. Енді мысалы О нүктесінің координатасын табу бізге де тура солай. Бағанағы нәрсені қолдана салайық. Мына 3-ке, мына 5-ті қосамыз. Сөйтіп 2-ке бөлсек, ол бізде қанша шығады? 4 шығады, дұрыс па? 3-ке 5 қосамыз 8, 2-ке бөлеміз 4 шығады. Енді екіншісі 7-ге -1-ді қосамыз. Ол бізде -6 шығады, 12-ке бөлсек 3 шығады деген сөз. Міне, шеңбердің центрінің О нүктесінің координаттары табылды бізде 7-те 3. Бізде А шарты орындалды үш. Енді Б-да былай дейді. А пункті бойынша шеңбердің теңдеуін жазыңыз. Шеңбердің теңдеуінің формуласын мына жерге жазып қойын сіздерге. X минус X нолевой квадрат қосылған Y минус Y нолевой квадрат тең R квадрат. Кейде X минус M, Y минус N болып келеді. Екеуінде қатты бір айырмашылық жоқ негізі. Енді бұл бізде ненің шеңбердің Ш нүкте Т деп қоя салайын. Шифровка жасаңыздар, шеңбердің теңдеуі деп түсінесіздер ғой. Енді есепті шығарайық ары қарай.
А пункті бойынша шеңбердің теңдеуін жазыңыз. Енді бізде мынау x нолевойымыз мынау 4 болады ғой бізде. X нолевойымыз 4 болады, y нолевойымыз 3 болады. Сол кезде бізде болады екен. Мына жерге жаза салайын. X минус 4 квадрат қосылған y минус 3 квадрат. Енді тең радиусты жазбаймын, себебі радиус табуым керек. Ол белгісіз болып тұр. Енді AO дегеніміз бізде AV диаметр болса, AO бізде радиус болады. AO бізде радиус. OV да радиус болады, дұрыс па? Диаметр 2 радиусқа тең ғой. Енді AO-ны табу үшін бізге қызылмен орындап жүрейін. AO-ны табу үшін, AO-ның ұзындығын табу үшін тең түбір астында дейміз. Енді бізде екінші жазылып тұрған нүкте О нүктесі ғой. Соның координаттарын бірінші нүктенің координаттарынан азайтамыз. Демек, екінші нүкте бізде О, бірінші нүкте А. 4-тен 3 азайтамыз. 4 азайтылған 3. Соның квадраты болады. Қосылған. Одан кейін 3-тен азайтамыз 7-ні. Осының квадраты болады. Барлығы түбір астында. Неге десеңдер, осындай формула бар. Бұл ұзындықты табу формуласы. 4-тен 1 азайтамыз 3. 4-тен 3 азайтамыз 1. 1-дің квадраты ол 1 шығады. Қосылған. 3-тен азайтамыз 7-ні ол минус 4. Оның квадраты 16. Демек, бізде түбір астында 17 шығады деген сөз. АО дегеніміз бізде не еді? АО дегеніміз бізде радиус еді. Енді оқушылар, мына жерде бізде не тұр? R квадрат деп тұр. Байқап тұрсыздар ма? Демек, бізде радиус қаншаға тең болып тұр? Түбір астында 17-ге тең болып тұр. Демек, түбір астында 17-дің квадраты квадратпен түбір жоқ болып кеткендіктен, мына жерде 17 шығады деген сөз. Міне оқушылар, бізде Б пункті да орындалды. Келесі есепке кеттік. Үшінші есеп оқушылар, мынау сызылып тұрған график негізі жоқ етін, мен бұны сіздерге GeoGebra деген программаны қолдану арқылы тезірек сызып қойдым. Енді бұл есеп тез болады екінші есепке қарағанда. Шеңбердің теңдеуі берілген, екі теңдеулері берілген екі шеңберді салып, олардың өзара орналасуын анықтаңыз. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде екеуі не істейді? Жанасады бір-бірімен. Қиылысады деп айтпаймыз, бұлар бір-бірімен жанасады. Демек, қарайтын болсақ, x нолевойды табайықшы біз. Мысалы, x минус 5 біріншісінде, x минус 5 тең 0-ге деп алсақ, x тең қанша шығады? 5. Бізде x нолевой 5 деген сөз. Мына x нолевой 5 мына жерде тұр. Енді бізге y нолевойды табу керек. Ол y минус 3 0-ге теңестіреміз. Y тең 3 шығады. Егерге нолевой деп жазып қойсаңыздар болады. Енді ол y-тің бойында 3 мына жер. Енді бұл екеуінің қиылысатын жері мына жер ғой. Қарап тұрсаңыздар, шеңбердің дәл центріне сәйкес келеді. Енді радиустарын қарасаңыздар, мынау радиус. Қанша бірлікті алып жатыр? 1, 2, 3 бірлікті алып жатыр. Формулада бағана r квадрат еді ғой. Мынау жерде қай санның квадраты? 9 дегеніміз. 3-тің квадраты, демек радиус 3-ге тең деген сөз. Оны мен суреттен ақ көруге болады. Дұрыс па? Радиус деп қойық. R тең 3-ге. Түсінікті болып жатыр ма оқушылар? Түсініксіз болып жатқан маған комментарийге жазу арқылы білдіре аласыздар. Және сіздерге үлкен өтініш, осы видеоны достарыңызға жіберіп қойсаңыздар. Олар да БЖВ-ға дайындалсын. Олар да мүмкін осы БЖВ талдауды іздеп жүрген шығар. Енді екіншісі. Біріншісінің R-ін жазып қоя салайық. Қанша болды? 9 қай санның квадраты? 3-тің квадраты. Енді екіншісін көреміз. Ол x минус 2 тең 0-ге. Демек, x нолевойымыз бізде қанша болады деген сөз? 2 болады деген сөз. Міне x-тің бойында 2 деген нүкте мына жерде. Енді y плюс 1 тең 0 деп аламыз. Y плюс 1 мына жерде. Y нолевойымыз қанша болады? Минус 1 болады деген сөз.
y нолевой минус 1 деген мына жер. Енді y бойынан былай қарай кетеді, x бойынан былай қарай кетеді, міне. Мынау кіші шеңбердің дәл центрында қиылысады. Көріп тұрмыздар ғой? Енді бұның радиусын табайық. Бұның радиусы қанша? Оны суретке қарап білсеңіздер болады. Мына радиус бізде 2 бірлікті алып жатыр. Және де мына жерде 4 тұр, ол бізде 2-нің квадраты дейсіздер. Сол кезде міне. Бұны есептің жауабы қалай болады десеңіздер, бұл есепке олардың өзара орналасуын анықтаңыз дегенге сіздер жанасады деп жауап бересіздер. Жанасады. Есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Енді кеттік. Келесі соңғы есебіміз. Бізде 5 балл береді екен бұған. Негізі жақсы есеп деп ойлаймын. 4 нүкте берілген, табанымен АБ және СД болатын тік бұрышты трапецияның төбелері. Трапецияның орта сызығы мен ауданын табыңыз дейді. Енді бірінші нүктелерді белгілеп алайық. А нүктесі -6-та 3 дейді. -6 деген мына жерде тұр. Y бойында 3 деген 3 бірлік үстіге көтерілеміз. Мына жеріміз бізде А нүктесі болады. Мына жерге жазып қоя салайық. -6-да 3 деген сөз. Енді екінші Б нүктесі 2 дегеніміз X-тің бойында. Мына жерде 3 дегеніміз 3 бірлік тағы да көтерілеміз. Ол мына нүкте. Бұл бізде Б нүктесі. 2-де 3 болады екен. Енді С нүктесі бізде 4 дегеніміз мына жер. -3 дегеніміз 3 бірлік астыға түсеміз. 4 мына жерде 1, 2, 3, 3 бірлік астына түстік. Ол бізде С нүктесі. С нүктесі қанша деп тұр? 4-те -3. Қай ширекте жатыр десеңіздер, 4-ші ширекте жатыр деп айтасыздар. Б нүктесі 1-ші ширекте, А нүктесі 2-ші ширекте, С нүктесі 4-ші ширекте. Ал Д нүктесі бізде -6-да -3. Ол мына жер болады. Д нүктесі -6, -3. Енді көріп тұрғандарыңыздай осыларды қосайық. Қызылмен жазайын. Ана бізде тікбұрышты трапеция шығады екен. Енді ол программаның өзінің несі ғой, функциясы ғой. Ішінде мысалы мен қисық сызып жатсам да түзу сызылып кетеді. Енді қараймыз. Трапецияның орта сызығы мен ауданын тап дейді. Енді қараймыз, бізге АБ-ның ұзындығы керек. Мына жер керек бізге. Мына жер X деп алайық. Сосын DC-ның ұзындығы керек. Мына Y болады. Және де орта нүктесі дегеніміз мына жерде. Мына жерді аламыз. Ол бізде N болсын мына жеріміз. Ал мына жеріміз N болсын деп алайық. Орта сызық. Енді орта сызығын табу үшін мынау М нүктесі тура А, Д-ның дәл ортасы болып тұр, дұрыс па? Демек, былай істейміз. Мына жердегі бірінші нүкте -6-ға -6-ны қосасыздар. Қанша шығады? -12 шығады. -6-ға -6-ны қоссақ. 12-ке бөлсек, -6 көші шығады. Дұрыс па? Нүктеде де -6-ны белгілеп тұр. Енді 3-ке -3-ті қоссақ, ол 0 шығады. 2-ке бөлсеңіз, ол бәрібір 0 шығады деген сөз. Енді N нүктесінің координаталарын табайық. 2-ге 4-ті қосамыз. 6, 12-ке бөлсек 3. 2-ке бөліміміздің себебі мынау дәл ортасы болғандықтан. Енді 3-ке -3-ті қосамыз, ол 0, 2-ке бөлсек 0 шығады деген сөз. Енді бізге MN-нің ұзындығын бағана жоғарыда есептерді шығарған сияқты табамын. Тең түбір астында деп бастаймыз. Енді екіншіде тұрған нүктенің, бірінші тұрған нүктенің координаталарын азайтамыз. Демек 3-тен азайтамыз -6-ны. 3 азайту деген минус, 6-ның минусы бар, екеуі нені береді? Плюсті береді. Сол кезде 3 қосылған 6 болып кетеді ойыр. Соның квадраты болады. Қосылған
0 азайтылған 0, ол 0 шығады, оның квадраты бәрібір 0. Енді жақшаның ішінде 9-ның квадраты шығады екен, ол 81, одан бәрібір 9 шығады. Енді mn бізде 9 шығады екен. Енді бізге не керек? Аудан табу үшін енді бізге биіктік керек. Биіктік мына жерден ады бізде, мысалы, h дегеніміз биіктік қой. Биіктік бұл жерде ады биіктіктің рөлін атқара береді. Ады. Енді адыны табуымыз керек. Адының ұзындығы негізі былайынан бүйтіп санай салсақ та болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болып тұр ғой. Енді бірақ бізге координатаның ұзындығын табу формуласын қолдануымыз керек. Сонымен шығарып көрейік. Енді бұл жерде d нүктесінен a нүктесінікін азайтасыздар. -6-тан -6-ны азайтсақ 0 шығады. 0-дің квадраты 0. Енді -3-тен азайтамыз -3-ті. -3 азайтамыз 3-ті. Оның квадраты дейміз. Енді -3, -6 шығады. Оның квадраты қанша? -санның квадраты бәрібір де оң сан 36 шығады. 36-тан түбір астынан 6 шығады деген сөз. Бағана айтқаным дәл келді, көрдіңіздер ме? 6 бірлік табылып жатыр. Демек ол 6 болады деген сөз. Мен міне бірінші шартты орындап қойдым. Ұзындығын, орта сызығын және де ауданын тап дейді. Міне орта сызық табылды, mn. Енді ауданын табамыз. Енді s деп бастайық. Орта сызықпен осы mn мен биіктікті көбейтеміз. Биіктік бізде ады болып тұр, дұрыс па? Демек mn мен биіктікті көбейте салайық. Мына жерге жаза салайыншы 6 деп. Демек mn бізде 9 болды, оған көбейтеміз 6-ны. 9 жердегі 6 қанша? Оны комментарийге жаза кетіңіздер. Өте оңай ғой себебі. Енді келесі есеп бар ма екен? Есеп жоқ екен оқушылар. Назарларыңызға көп рахмет. Ең алдымен арнаға жазылмаған болсаңыздар, арнаға жазылып, өзіңізде әдемі лайк басып, есептерге байланысты комментарийлар болса, маған комментке жазу арқылы білдіріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Менің видеомен соңына шейін бірге болғандарыңызға. Келесі кездескенше сау болыңыздар.